Барлығыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлсара. Бүгін сіздерге суп с фрикадельками рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті ингредиенттер: жуа, сәбіз, картоп, томат пастасы, фарш, сұйық май және дәмдеуіштер. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Үстіне ұсақтап туралған жуамызды салып, алтын түстес болғанша қуырамыз. Содан кейін сәбізімізді салып, тағы да 2 минуттай қуырамыз. Қуырылып жатқан көкөністеріміздің үстіне қайнаған суымызды құйып, баяу отқа қайнатамыз. Достар, енді фрикадельки дайындаймыз. Ол үшін фаршымыздың ішіне ұсақтап туралған жуамызды салып, жақсылап араластырып, татымына қарай тұз, бұрышын салып, қаттырақ басып араластырамыз. Достар, міндетті түрде видеодағындай қылып қатты басып араластырыңыздар. Себебі фрикадельки жасаған кезде бір-бірінен ажырап кетпес үшін. Қараңыздар достар, фрикаделькилеріміз өте әдемі, біркелкі болып шықты. Достар, енді қайнап жатқан сорпамыздың үстіне картопымызды салып араластырамыз. Достар, видеом ұнап жатса, міндетті түрде подписаться етіңіздер. Қайнап жатқан сорпамыздың үстіне бір ас қасық томат пастасын саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Содан кейін дайындаған фрикаделькилерімізді салып шығамыз. Баяу отта 20 минуттай қайнатамыз. Достар, қараңыздар, фрикадельки мен картопымыз пісті. Өте әдемі. Сіздер міндетті түрде дайындап көрулеріңіз керек, достар. Кеңес беремін, дайындап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шықты. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.